Күнде сабынмен жууну неліктен зиян? Көп адам күнде сабынмен жуынуды тазалық деп есептейді. Бірақ ғалымдар мен дерматологтар бұл әдет терге зиян тигізетінін дәлелдеген. Неге? Табиғи қорғаныс май қабаты жойылады. Адам терісінде қалыпты микрофлора мен қорғаныс майы, себум бар. Күнде сабын қолдану осы қабатты шайып тастайды. Нәтижесінде тері құрғайды, қабыршақтанады, жарылады. Жақсы бактерияларды өлтіреді. Біздің терімізде пайдалы бактериялар бар. Олар зиянды микробтардан қорғайды. Сабын әсіресе антибактериалды түрі осы пайдалы бактерияларды да өлтіреді. Экзема мен аллергияны қоздыруы мүмкін. Тері құрғап жарыла бастағанда аллергендер мен микробтар оңай еніп кетеді. Бұл дерматит, экзема, псориаз сияқты аурулардың басталуына себеп болады. Табиғи теңгерімді бұзады. Терде pH деңгейі бар. Қышқылды, сілтілі баланс. Сабын оны сілтілікке бұрып жібереді. Бұл да қышыма, бөртпе, тітіркену тудырады. Күнде жуыну керек, бірақ сабынсыз да болады. Күнде сабынмен емес, жылы сумен жуыну жеткілікті. Сабынды аптасына 2-3 рет тек қолтық, аяқ, интим аймақтарға қолдану жеткілікті. Не істеу керек? Жұмсақ pH бейтарап сабын таңдаңыз. Сабынды толық денеге күнде қолданбаңыз. Көбірек жылы сумен шайыныңыз. Жуынған соң ылғалдандырғыш крем жағыңыз. Қорытынды. Сабын қажет, бірақ шамадан тыс қолдану теріңізді құрту деген сөз. Табиғи майы кеткен тері сырттан келетін кез келген микробқа осал.